Сабақ тақырыбы тамыр аймақтары. Тамыр топырақтан заттарды сіңіру мүшесі. Тамырдың ішкі құрылысын көлденең және бойлық кесінділерінен көруге болады. Бүгін сабағымызда тамырдың бойлық кесіндісін қарастырамыз. Онда өткізу, сору, өсу, бөліну аймақтары және тамыр оймақшасын көруге болады. Тамыр оймақшасы қорғаныш қызметін атқаратын жабын ұлпасынан түзіледі. Тамыр оймақшасының сыртқы жағында өлі жасушалар, ішкі жағында тірі жасушалар, ал жасушаралық кеңістікте шырышқа толы болады. Тамыр өсу барысында қатты заттарға кездессе, өлі жасушалары түлейді, ал жасушаралық кеңістіктегі шырыш тамырдың зақымдалмауына мүмкіндік береді. Микроскоппен қарастыратын болсақ, тамыр оймақшасының ішіндегі тірі жасушалар, олардың крахмалдың ірі түйіршіктері жинақталған лейкопласттарға бай екенін көруге болады. Бөліну аймағы түзуші ұлпа жасушаларынан тұрады. Бұл жасушалар тез көбейеді және олардың көп бөлігі өсу аймағына, ал аз бөлігі тамыр оймақшасының жаңа жасушаларына айналады. Егер бөліну аймағын алып тастаса, тамыр ұзарып өсуін тоқтатады. Өсу аймағы бөліну аймағынан кейін орналасады. Бұл аймақтар арасында бөлу шегі жоқ. Өсу аймағында енді ғана түзілген жасушалардың мөлшері арта бастайды, яғни ұзарады. Сору аймағы топырақта еріген заттар мен суды сіңіруге жауапты болғандықтан осылай аталады. Оларды микроскопсыз қарастыратын болсақ, тамыр түкшелерінен тамырдың жабын ұлпасы жасушаларының цитоплазма өсінділерімен жабылғанын көруге болады. Тамыр түкшелері заттарды сіңіруді тікелей қамтамасыз ететін құрылым. Тамыр түкшелерінің ұзындығы бірнеше миллиметрден 1,3 сантиметрге дейін болады. Өткізу аймағы сору аймағында сіңірілген заттарды сабаққа түсуін қамтамасыз етеді. Бұл аймақтың басты қызметі зат тасымалдау болғандықтан негізгі ұлпасы өткізуші болады. Тамырдың өткізгіш элементтері ортасында орналасады. Өткізгіш ұлпалары бар тамыр бөлігі орталық цилиндр деп аталады. Енді оқу тапсырмасы. Кестеде берілген тамыр аймақтары мен тамыр оймақшасының қызметтерін жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.